Сәлем достар, микрофонда Есенбек Құрбан. Бүгін ең қысқа видео сабақ деуге де болмайды. Лайфхак. Новый файл құрамыз. Үшінші сабақ ретінде не екенін қазір көреміз. Project 3. Project I болып кетті, ладно. Project 3. Өткен сабақта барлығын түсіндіре алдық деп ойлаймыз. Енді айтылатын нәрсе C++ компиляторы. Әрине Windows версияда болған кезде латын кириллица әріптерді қабылдауда проблема жоқ. Ол кез келген мобильный приложение болсын, хоть ол сайтта болсын, DevC-да немесе визуалда қазақша әріптерді немесе орысша әріптерді қабылдаудың өзі бір ғанибет. Так, using namespace std. Енді қараймыз. Егер қазір біз cout-қа кез келген бір латын әріпімен сәлем және handle қойып компиляторға беретін болсақ, main 3 безвозвратно орындалады. Және де бұл латын әріпімен егер орысша сәлем текстін жазатын болсақ, не шығатын бірінші өзден ойлап көріңіздер. Видеоны паузаға қойып, одан кейін көреміз и мнениені салыстырамыз. Запуск, воля. Адам түсініксіз иероглифтер шығады. Ондай әрекеттер болмау үшін біз белгілі бір кішкене бір локал E запуск және біздің сәлем деген сөзіміз сәйкес келді. Алдағы уақытта бұл туралы қайта айтпайтын боламыз. Бар болғаны осыны бір рет жазып алатын болсаңыз, ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба ретінде сөзді шығара берсеңіздер болады. Сәлем әлем. Үшінші сабақ біз әлі cout-та жүрміз. Келесі сабақта жүзгенше сау саламатта болыңыздар. Ешқандай сұрақ пайда болмайды деп ойлаймын. Келесі сабаққа еркін өте беріңіздер.